Сәлем достар, көбі тіс дәрігеріне барғаны тұрсын, тіс емдейтін құрылғылардың дауысын естіген кезде қорқады. Әрине, тіс ауруы адам ағзасына өте қатты азап тигізетін аурулардың бірі болып саналады. Бірақ тіс емдетуден қорқудың қажеті жоқ. Себебі қазір кезде ауруды басатын түрлі дәрілер бар. Ал әлемнің басқа жерлерінде еш ауруды басатын немесе жеңілдететін дәрілерсіз-ақ адамдар өз тістерін таспен қайрауда. Сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін тіс ұштау рәсімдері жайлы айтамыз. Ментаваи тайпасындағы әйелдер тұрмысқа шығу үшін міндетті түрде тістерін ұштау керек. Балалық шақ аяқталған соң қыздардың өміріндегі ең қиын кезеңдердің бірі басталады. Ол тіс қайрау мейрамы. Балғасы мен өткір тасы бар адам тісті қайрай бастайды. Мұндай рәсімді өту қыздың болашағымен тығыз байланысты. Тайпадағы адамдардың айтуы бойынша, қыздың тісі жыртқыштардың тістеріне ұқсауы тиіс. Ондай тістерді ментаваи адамдары акула ауызы деп атайды екен. Тіс қайрау тек ментаваи тайпасында емес, солай Бали елінде болады. Балиліктердің айтуы бойынша өткір тіс адамның қараңғы жағы және жануарлық тісігімен тығыз байланысты. Егер ментаваи тайпасында бұл отбасының ішінде тыныш қана өткізілетін мейрам болса, Бали елінде бұл кәдімгі бизнеске айналып кеткен. Кәмелет жасына жеткен ұл да қыз да бұл рәсімнен өтуі тиіс. Қазіргі кезде тісті қайрау Балиде $3000 тұрады. Осы күн жақындаған сайын отбасы ақшаны жинай бастайды. Әрине, басқа тайпалардағы сияқты бұл жерде де тіс қайрау адамның отбасы құрылуына үлкен әсерін тигізеді. Сұмдық ауыратын және адам ағзасына зиян тіс қайрау аяқталғаннан кейін, қайралған тістен қалған ұнтақты отбасына сый ретінде береді. Ата-анасы қайралған тістен қалған ұнтақты өзінің үйіне сақтап қояды екен. Бір қызығы, егер қыздың әкесі некелесуге дейін өз қызын тісін қайрап үлгерсе, онда жігіттің отбасы тойдың шығынын өзіне толығымен алады. Яғни қызын тісі қайралғаннан кейін ол толығымен ата-енесінің қарамағына өтеді екен. Жалпы тіс қайрауды Малайзияның кейбір жерлерінде, Африканың ішінара тайпаларында, Таиланд, Қытай, Жапонияда кездестірсе болады. Әр елде сұлулықпен байланысты өз ұғымдары бар. Мүмкін оларға бұл әдемі көрінетін шығар, бірақ бұл сұмдық рәсім денсаулыққа зиян болатыны сөзсіз анық. Бір жерде тісті өткір, басқа жерде жай ғана шеттерін ұштағанымен барлық жерде бұл рәсім бір мағынаны береді. Ол адамның ішіндегі жыртқыш келбетін көрсету және табиғатқа жақын болуы. Бірақ адам баласы қанша тісін қайрап, өз ағзасына өзгеріс жасағанымен, оның екі дүниеде де әкелетін еш пайдасы жоқ деп сенімді айтса болады. Осы видеоға міндетті түрде лайк басып, Пазл каналына жазылып, өз достарын шақыруға ұмытпаңыз. Ал егер мына жердегі қоңыраушаны бассаңыз, біздің жаңа видеоларымызды ешқашан өткізіп алмайсыз және әрдайым бірінші көретін боласыз. Бүгінге осы.